Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай дәмі тіл үйіретін, өте дәмді болып шығатын мантыны бірге дайындайық, ал бастайық. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін таза ыдысымызға електен ұнымызды өткізіп алып, суымызды дайындаймыз. Бұл жерде сәл жылы суға тұзды салып, оны жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Ал келесі бөлім ол ұнымыздың үстіне жұмыртқамызды жарып саламыз және де аздап суды құйып, қамырымызды қолмен илейміз. Яғни суымыз қатты көп болмауы керек, қамырымыз қатты жұмсақ емес, тіпті қатты емес. Әдемі қолға жабыспайтындай ие қанған қамырды жақсылап тұрып илейміз. Қамырды илеуге 5-10 минут уақытыңызды бөлсеңіз болады. Осылай жаймендеп суды құйып, жақсылап тұрып қамырды илейміз. Достар, барлық керекті заттар описанияда жазылған, міндетті түрде оқып шығыңыздар. Және де, егер де маған тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға, қолдауларыңызға көп рахмет. Көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз қолға жабыспайды, осылай жақсы иленген. Енді осы қамырдың бетін жауып, салмасын дайындаймыз. Қамырымызды 15-20 минутқа тұндырып қойсаңыздар болады. Ал енді салмасына көшейік. Бұл жерде пиязымызды ұсақтап, турап аламыз. 1 немесе 2 пияз қоссаңыздар болады, өз қалауларыңыз бойынша. Оны жақсылап пышақтың көмегімен ұсақтап аламыз. Немесе блендердің көмегімен де ұсақтап алуға болады, өз қалауларыңыз бойынша. Менде мен сарымсақты да қосайын деп шештім, өте дәмді болып шығады. Оны да сыртынан тазалап, осылай пышақтың көмегімен ұсақтап турасаңыздар болады. Және де бұл мантыны мен асқабақпен дайындаймын. Бұл жерде мен тартылған ет және де асқабақты қостым. Асқабақты алдын ала турап, мұздатқышқа сақтап қойған едім. Көріп тұрғандарыңызда өте жақсы сақталған. Және де осылардың үстіне туралған пиязымыз бен сарымсақты қосамыз. Және де сәл сұйықмай құюға да болады. Менде 2 қасықтай сұйықмай кетті. Және де әрине дәміне қарай тұзын, бұрышын саласыздар. Және де осы қолдарыңызға перчатки киіп алсаңыздар жақсы болады. Осылай қолдың көмегімен жақсылап тұрып, өзіміздің салмамызды араластырып шығамыз. Ал енді ие қанған қамырымызды тағы бір рет илеп алып, оны 5-6 бөлікке бөлеміз. Және де әр бөлігін домалатып аламыз. Және де әр домаланған қамырды оқтаудың көмегімен жұқалап етіп жайып аламыз. Міне бізде осындай қамыр шықты, жұқалап жайылған. Енді осыны пышақтың көмегімен немесе арнайы кескіштердің көмегімен квадрат ретінде кесіп аламыз.
Және де осылай кесілген қамырымызға біз жаңағы дайындаған салмамызды саламыз. Бір қасықтан сәл көбірек салсаңыздар болады, яғни кескен қамырыңызға байланысты әр қамырын осылай толтырып шығамыз. Және де видеода көрсеткендей етіп мантыны жасаймыз. Мантыны тиюдің әркімнің өз әдісі бар, өз әдістеріңізге қарай жасасаңыздар болады. Міне мен осылай мантыны түйемін. Ал енді мантыварка табасын майлап, оған мантыларымызды жақсылап тұрып саламыз. Және де мантыварканың кастрюліне алдын ала су құйып, оны қайнатып аламыз. Және де 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Яғни мантының пісуіне 45 минут уақыт кетеді. Міне осы жасап берілген қамырда менде тура осындай 4 табақ шықты. Пісіріп аламыз. Мынау бізде піскен түрі, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі көрінеді. Сондай дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де үстіне подлива ретінде мен пиязды және де қызанақтарды қуырдым алдын ала. Және де үстін әдемілеп жасасаңыздар болады. Ал сіздер өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі подлив жасасаңыздар болады. Және де міндетті түрде көкшөптерді турап, әсемдік үшін қоюға ұмытпаңыздар. Осымен біздің тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал менің видеоларым ұнаса лайк және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.